Сәлем достар, кезек сатылымдағы пәтерімізде келіп тұрмын. Қараңыздаршы, қандай керемет толықтай жөндеу жұмыстарынан өткен керемет берекелі шаңырағымыз сатылымға шыққалы отыр. Осы видеоның соңына дейін көріңіздер, сіздерге қазір толықтай таныстырып шығатын боламын. Қараңыздаршы, қандай керемет ТВ зонамыз қойылған. Үйдің көркін ашып тұрған осындай керемет ТВ зонамыз бар. Ал енді тұрған жеріне келетін болсақ, бұл оқырмандар қаламыздағы Жаппасбай Батыр районында орналасқан қызыл үйлерден, Горбатый мосттың қасындағы қызыл үйлер, Жаппасбай Батыр 70К адресінде 3-ші қабаттан 3 бөлмелі осындай толықтай жөндеу жұмыстарынан өткен, евро жөндеу жұмыстарынан өткен 3 бөлмелі пәтер сатылымда. Бұл пәтеріміз угловой емес, ортан бөлікте орналасқан, және де үйіміздің ішкі ауданы 73 шаршы метрді құрайды. Кірген кіреберісіміз, енді қараңыздар, бөлмелеріне келетін болсақ, қаламыздағы жаңа үйлердің стандартты проекция. Енді алдағы уақытта үйіміз сатылған жайда жиһаздармен қалдырылады. Үйдің иесі тек БТО техникаларды өзімен бірге алып кетеді сатылған жайда. Кіргеннен кейін оң жақ тұсымызда үйіміздің жатын бөлмесі орналасқан. Қараңыздаршы, үйдің иесінің талғамы барлығы үйлесіммен жасалынған, әдемі картинкаларымыз қойылған. Ал торамызда үйіміздің кладовкасы, бұл артық заттарды қоюға арналған. Мына тұсымызда бір спальнямыз орналасқан. Қазір бұны видеоның соңына қарай көрсететін боламын. Қабырғаларға осындай әдемі обойымыз қойылған, домофонымыз жұмыс жасайды, прихожный шкафымыз бар. Үйдің иесінің сұрап тұрған бағасы қолайлы баға. Қазір без ремонт үйлердің өзі біршама сұрап тұр. Ал енді өздеріңіз енді есептеңіздер, бұндай ремонт, жиһаз қаншама нерв кетеді. Лучше осындай дайын пәтерді алған дұрыс деп ойлаймын. Міне кондиционеріміз орналасқан. Балконымыздың артқы жақ бөлігінде осындай бір балконымыз орналасқан. Біздің балконы қапталған. Барлығы талғаммен жасалынған. Люстра, клем, перделер барлығы әдемі жасалынған. Енді әйелдер қауымы барлығын түсінер. Осындай әдемі ТВ зонамыз қойылған, астында шкафымен бірге. Мына тұсымызда туалет ваннамыз орналасқан, бізде екі бөлек орналасқан, арестоны бар. Енді үйге кірікпеңізде әдемі аура, приятный иіс бар. Енді әр үйді көріп жүргеннен кейін өзінің аурасы болады. Жалпы бұл үйдің іші тап-таза, жақсы үй екен. Мына тұсымызда үйіміздің ас бөлмесі орналасқан. Ас бөлмесі потолка осындай кухонный шкафымыз қойылған. Енді мына жеріне енді кеше салып жатқан кезде кухонныйды сәл түртіп алған, енді оған мәлімдеңіздер. Терезелерімізге решетка қойылған. Бұл жаққа да әдемі осындай картинкаларымыз бар. Жалпы сатып аласыздар, бірден көшіп отыра қаласыздар ғой. Енді жаңағы соңғы спальняды көрсетейін сіздерге, сосын үйдің ауласын көрсетейін. Кеттік. Ал енді мінекей жаңағы үйіміздің екінші жатын бөлмесі. Әдемі картинка қойылған, бұл жаққа да әдемі пердеміз қойылған. Барлығы талғаммен жасалынған. Осы жерде әдемі шкафымыз тұр мінекей. Ал мына тұсымызда үйіміздің балконы орналасқан. Балкон енді аула бетке қарайтын балконымыз бар, шағын ғана. Осы үйіміз сатылады оқырмандар. Енді жүріңіздер, ауласын көрсетейін, сосын астындағы нөмерге звондап келіп көріп алып кетіңіздер. Ал енді үйіміздің ауладан қарағанда көрінісі, үй 2017 жылға күйдірілген қыштан соғылған. Ауламыздың көрінісі міне осындай, дәл жанында мектебіміз тұр. Әлем фуд оптомаркеті орналасқан, астында бокс интернаты, жалпы бокс секциясы жақын орналасқан. Енді керектің барлығы бар, жалпы жақсы дамып келатқан. Мына жерде Горбатый мосттың қала қарай өтіп кетесіздер. Былай қарай Тесік көпір, былай қарай Шұғыла, енді барлығыңызға білетін шығарсыздар енді бұл районда. Осы үй сатылады.